Сіздің бизнесіңізге арналған диагностика. Сондықтан бастаймыз. Жансерік. Жансерік, қандай кәсіп сізде? Жиһаз саласы, мебельный заказ. Қанша жыл болды айналып жатқаныңызға? 9 ай болды. Бір цех па? Я біреу. Продажа қалай болады? Офлайн ба, онлайн ба сізде? Офлайн. Командада қанша адам бар? Мен бар. Одан кейін қасында тағы 2 подсобнигім бар, таргетологым бар. Так, таргетолог. 2 подсобнигім бар. Помощник, да? Иә. Помощниктер не істейді, қандай жұмыс атқарады? Маған көмектеседі, жаңағыдай мебельдің корпустарын жинағанға, установкаға шыққан кезде соларға көмектескенге бер. Сізде мебельдің қай саласы именно? Корпусный мебельдің барлық түрін жасай береміз. Оның ішінде жаңағыдай кухня мебель, спальный гарнитура, шкаф, купе бәрі кіре береді. Бір айға выручка қандай сізде? Примерно 3,5-4 миллионның жуығында. Тазамен қанша қалады? Тазамен 500-дің үстінде қалды. Сонда 14% маржа болып тұр қазіргі таңда. 3,5 миллион қанша клиент алып келді? 1, 2, 3, 4 клиент. Хорошо. Біз қазір не істедік? Есеп жағынан полностью точка А-нызды анықтадық. Енді точка Б-нызды анықтаймыз. Осы бизнесте қандай мақсаттарыңыз бар? Бренд бойынша бүкіл Қазақстанға таныту. Жансерік, тағы да қандай мақсаттарыңыз бар осы бизнесте? Жалпы сапалы өнім, сапалы қызмет. Енді ары Алланың қалауымен енді именно осы бизнесте береке табуға. Тағы да қандай мақсат бар? Қандай мақсат дейсіз ба? Да, ой, сіз басыңызды ұстап кеттіңіз ғой, кәдімгі, как будто ондай сұрақты ешкім қоймаған сияқты сізге. Жансерік, былай қойайын сұрақты. 2-3 айда қандай мақсат бар? Именно осының офлайн точкасын ашсам ба деген, магазин ашсам ба деген мақсат. Тағы да қандай мақсатыңыз бар 2-3 айда? Команда жинап, командамен бірге мен өскім келіп жатыр да осы бизнесте ше. Адаммен жалғыз өзі өспейді ғой. Командамен өседі ғой. Мен кішкене болсын жүйеленгім келеді бар ғой. Бизнесті жүйелеп, бизнеске мақсат қою, дұрыс бола ма? Солай жасасам. Сентябрь айға қандай план? Сентябрь айға клиенттердің санын көбейтіп, магазин ашу керек Алла қаласа. Келе жатырмыз, әлі келе жатырмыз. Сауданы көтеру. Міне, наконец-то келдік па? Мақсатқа. Қаншаға көтергіңіз келеді? 2 есе өскім келіп жатыр негізі. 7 миллионға. Иә. Наконец-то деймін ба? Наконец-то. Қанша сұрақ қою арқылы қалай келдік цифраға, я? Главный мақсат осы болу керек, цифрамен болу керек, цифрамен. Мына жерде мынау главный мақсат болу керек, ближайший. Міне, 7 миллион. Хорошо, көрдіңіз ба, сұрақтар қою арқылы истинный цифраға келдік та. Выручканы 7 миллион жасау үшін қазір сізде 14%. Яғни 7 миллионның 14% бұл 980 мың. Нормально ма 980 мың айына таза пайда қалтаңызға түсіп жатса? Енді алдағы айға нормально. Қазіргі таңда мына 3,5 миллион 100% бұл сіздің производительность команданың. Сіз және 2 адам, 3 адам болып 100% максимум жасай алатын 100% міне. Содан 100%дан максимум жасай алатынан. Мына 3,5 миллион жасадыңыз ғой 5 клиент. Сол 5 клиентті 100%дан неше пайыз күш жұмсадыңыз? Иә. Түсініңіз ба? Неше күш жұмсадыңыз 100%дан? 100% жұмсап тастадым мен негізі. 100% ба? Максимум ба? Енді осы 5 клиент сізге тағы да 2 есе көбейді. 10 клиент. Значит, сіз 10 клиентті справлять ете алмайсыз ғой, дұрыс па? Потому что сіз уже потолокқа тіреліп тұрсыз. 100% күшіңізді жұмсап, 5 клиентті алдыңыз. Енді ары қарай алу күшіңіз жетпейді. Объем, мощность жетпейді, дұрыс па? 100% обработкаңыз, потологыңыз, міне 3,5 миллион 5 клиент потологыңыз. Одан артық ала алмайтын болып тұрсыз ғой, дұрыс па? Соңғы неде таргет жүрген кезде прям көп клиент келді бар ғой. Ана жерде клиенттерге жауап бере алмадым мен. Сізде қазір клиент жақтан проблема жоқ, сізде именно реализация жақтан проблема болып тұр. Точка А-дан точка Б-ға жетуге қандай кедергі немесе проблемалар бар? Мастер жетіспей жатыр. Проблема ғой. Жаңағыдай келген таргетке мысалы рекламадан түсіп тұрған клиенттерге жауап беріп. Обработка жасайтын, клиенттерді обработка жасайтын сату менеджер. Тағы да қандай кедергілер бар осы 7 миллион выручкаға шығу үшін? Қасыма команда жинаудан қорқады екен мен бар ғой, енді психологический жағынан. Неге қорқасыз? 100 мың теңге келістік, айлығын бере алмай қалдым. Зарплата төлей алмау қорқынышы, потому что бұрынғы опыттан байланысты.
ана команданы басқара алмай қалам ба деген бір қорқыныш бар. Енді қараңыз, мынаның барлығын бар ғой, мынаның барлығын мен мына жерге түсіремін. Оны как точка Б емес, как кедергі проблема немесе өту керек этаптардың бірі деп жазамын. Біз не істедік? Біз точка А-ны анықтадық, точка Б-ны анықтадық, есеппенен конкретно четко. В первую очередь есептеу керек бизнесте. Өйткені есепсіз еш нәрсе жүйеленбейді. Тазамен қалтаңызға қанша алып жатқаныңыз. Примерно біз шамамен еще мен сіздің ауызша айтқаныңыз бойынша жаздым. Есепті қалай есептейміз? Бүкіл кіріс, бүкіл шығыс және де таза қалған маржаны есептеу арқылы конкретно маржинальностьпен есептейсіз. Біз қазір сізде 14% маржаға есептедік. 7 миллионға жету үшін маржаны көтеруге болады сәл, примерно бір 25%-ға. 25%-ға маржаны көтерген уақытта сізде 14 болды ғой мына жерде. 25%-ға көтерсек. Және производительностьті 2 есе көтерсек 25%-ға. Сонда 7 миллионнан 25%-ымыз бұл 1.750.000. Көрдіңіз бе қалай цифры өзгеріп кетті резко, а? Керемет. Вот, 25%. Значит, задача қандай? Задача есептеу арқылы маржаңызды көбейту. Кеттік, сапалы өнім қызмет көрсету. Команда және есеппенен бақылап көресіз. Қазіргі таңда сапаңызды білгіңіз келсе, және саудаңызды көтергіңіз келсе, 2 есе. Менеджерге берілетін конкретный жұмыстар бар. Қандай жұмыстар? Клиентский базамен жұмыс жасау. Мысалы, Жансерік, осыдан 2 ай бұрын сізден клиент заказ берді. Сіз сол кісіге хабарластыңыз ба, бір рет болса да? Хабарласпадым. Вот, көрдіңіз ба? Ол да фатальная ошибка. Клиенттен басқа шындықты ешкім айтпайды. Кеттік дальше. Оффлайн точка ашу. Оны есептеу керек бірінші. Қай жерден ашасыз? Ол жерде қанша адам өтеді күніге? Ол өткен адамдар қаншасы қызығады именно сондай корпусный мебельдерге. То есть бизнесте 2 аяқ тұрады. Бизнес 2 аяқтан тұрылады. Бірінші 10 аяқ бұл сатылым аяғы. Ал екінші сол аяқ бұл производство немесе услуга. Мысалы, мягкий мебель болса, соның қасына корпус ретінде тұрып алуға болады мысалы. Түсінесіз, потому что оның потогын өзіңізге алдыртып алу деген сияқты. То есть опять же да, не істеу, зерттеу есеп арқылы да барлығын. Дәл қазір сіздің берген ақпаратыңыздан кейін, берген біліміңізден кейін, енді мен өзімнің точка А мен точка Б-ды көре алдым ғой енді. Точка Б енді алдағы бір 2-3 ай ғана болса да, бірақ соны көре алдым мен. Одан кейін менде не жетіспей жатқанын, одан кейін сол жетіспей жатқан сол нені қалай толтыру керек екен. Сондай қазір менде сіз айтқан ақпараттардан кейін мен уже сол маған келген 30-40 шақты бір лид бар, соларды қайта обработка жасағым келіп жатыр енді. Сондай іштей бір план болып тұр қазір. Алла қаласа сіздің берген біліміңізбен біраз жетістікке жетемін деген ниеттемін, Алла қаласа, иншалла. Иншалла, Аллахтың қалауымен. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермен және де кәсіпкер. Менің есімім Асхат Сабиров, продюсер, кәсіпкермін. Және де бүгінгі видеодан өзіңізге керекті инструменттермен полезный ақпаратты алсаңыздар, осы видеоға лайк басып және де подписка жасауға ұмытпаңыздар. Егер де достарыңыз, кәсіпкерлеріңіз бар болса, олармен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Және де дәл өзіңізге сондай жеке диагностика жасағыңыз келсе, описаниеда сілтеме бар, содан өтіңіз.